Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Абай облысы Ақсуат ауданы Сасанби атындағы орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Оразбек Асылжанмын. Мұражай тарих айнасы деген тақырыпты негізге ала отырып, сіздерді біздің мектептің мұражайымен таныстырмақшымын. Бұл бейнероликтің мақсаты мектеп мұражайының тарихтағы алар орнын таныстыру, экспонаттардың тәрбиелік мәнін ашу және көрермендерге ұлттық жадыны сақтау керектігін ұғындыру. Мұражай тарих айнасы. Біздің мұражайымыздың мақсаты туған өлкенің тарихын сақтау, жас ұрпаққа тәрбие беру және ауылдың мәдениеті мен тұлғаларын таныстыру. Енді мұражайдың экспонаттарына кезек берсек. Табиғат және экология. Бұл бөлімде туған өлкеміздің табиғаты мен экологиясына қатысты экспонаттар жинақталған. Мұнда тарбағатай тауларының қолмен салынған көркем суреті қойылған. Ол біздің өңірдің ерекше сұлулығын айқын көрсетеді. Сонымен қатар ауыл маңында өсетін өсімдіктер үлгілерінің түрлері де мұражайда сақталған. Мысалы, біздің өлкеде жалбыз тікен, итмұрын, үнжігүл сынды дәрілік шөптер бар. Мектеп оқушыларының Ақбалшық табиғи орнына жасаған экскурсиясы да осы бұрышта сақталған. Бұл жер экологиялық тұрғыдан маңызды аймақтардың бірі болып табылады. Мұражайда климатымызды да қамтитын тақта бар. Онда ауылымыздың ауа райы, температура ерекшеліктері көрсетілген. Климатымыз өте континентті, қысы ыстық, жазы суық болып келеді. Мұражай ауыл бейнесі. Бұл бөлімде ауылдың картасының 2D макеті көрсетілген. Сонымен қатар ауылдың шетіндегі шағын елді мекендердің көрінісі жинақталған. Ауылымыз Тебіске өзенінің бойында орналасқан. Сол өзеннің бойында біздің ауылымыздан бөлек Ақсуат, Солтыбай, Иманбай сынды елді мекендер бар. Ауыл бейнесін таныстыратын бұл экспозиция көрерменге туған жердің құрылымын түсінуге мүмкіндік береді. Біз мына суреттен еліміздің туған өлкеміздің картасын және де Тебіске өзенінің ағып өтетін елді мекендерді көреміз. Тұлғалар бұрышы. Сонымен қатар мұражайымызда атақты тұлғаларымыз туралы ақпараттар да сақталған. Батыршин Туғанбай, Ақсуат өңірінің танымал еңбек ардагері, кедей шаруаның отбасынан туып, жастайынан еңбекке араласқан. Алғаш колхоздастыру жұмыстарының белсенді ұйымдастырушысы. Сұлтал Ақсуат колхоздарынан кейін Комсомол колхозының председателі болған. Соғыс жылдары майданға көмек ұйымдастырған, бірнеше медальдармен марапатталған партия конференцияларының делегаты. Сасанби Мыңбайұлы 1780-1872 жылдары өмір сүрген, қазіргі Абай облысы Ақсуат ауданы Құмкөл ауылында туған және сол жерде қайтыс болған. Орта жүздің Найман, Байжігіт Тоғас тармағынан шыққан. Шоқан Уәлиханов Сасанбиді Байжігіт руының әйгілі адамдарының бірі деп атаған. Өңірде оның құрметіне Сасан қорығы және Сасан тақтайы атты киелі орындар бар. 2001 жылы Құмкөл ауылындағы орта мектепке Сасанбидің есімі берілді. Ауылдың тарихи мұралары. Одан бөлек біздің ауылымыздың Құлбабас қорымының ақпараттары да осы мұражайда сақталған. Құлбабас қорымдары. Құлбабас ауылы Тарбағатай ауданында орналасқан ерте темір дәуірінің қорымдары. 70-тен астам қорған мен қоршау қорған бар. Қорғандар 15-20 см биіктікте, диаметрі 8,5 метр ұсақ тастардан жасалған. Мәйіттер басы батысқа қарап жерленген. Керамика мен заттар табылған. Оның хронологиясы біздің заманымыздан бұрынғы 2-1 ғасырлар. Мұражайда халқымыздың тарихында маңызды рөл атқарған ұлы қайраткерлердің суреттері де қойылған. Олар елдің рухани, мәдени және саяси дамуына зор үлес қосқан тұлғалар. Олардың бірқатарын атап өтсек, Долдин Ысқақ, Рахымжан Шәріп, Тоқтабаев Төлеген, Ілбеков Қайырбек сынды Ұлы Отан соғысына қатысқан аталарымыз бар. Мектеп жетістіктері. Сонымен қатар спорттық жетістіктеріміз де назардан тыс қалмаған. Спорт саңлақтары мен олардың есімдері көрсетілген тақта орналасқан. Бұл бөлімде біздің мектептің жетістіктері көрсетілген, оқушылардың олимпиада жеңістері, ғылыми жобалары, шығармашылық байқаулары, табыстары бәрі мақтаныш көзі. Мұнда ұстаздарымыздың еңбегі де бағаланған. Олардың педагогикалық жетістігі мен тәрбиелік қызметі тақтада көрініс тапқан. Барлығы бірге мектептің білім мен мәдениет саласындағы өркендеуін көрсетеді. Құрметті көрермендер, мен таныстырған мектеп мұражайы біздің тарихымыздың айнасы. Мұнда әр жәдігер өткенді еске салып болашаққа бағыт береді. Мектеп жетістіктері, ұстаздар еңбегі және оқушылардың ізденісі бәрі осы шағын мұражайдың жүрегінде сақталған. Уақыттарыңызды бөліп көргендеріңізге рахмет.